5-ші нөмірде Жұлдызхан Тайырбеков. Мінекей, құрметті көкпардың жанашырлары, сіздердің алдыңызда Жамбыл облысының Әулие-Ата командасы мен Елордадан келген Астананың Тұлпар командасының арасындағы кезекті 9-ші чемпионаттың ойынын тамашалап отырсыздар. Сіздерге анық болу үшін екі команданың үстеріне киген киімдеріне тоқталып кетейін. Жамбыл облысының Әулие-Ата командасы жасыл формада, Елордадан келген Астана қаласының шабандоздары көк киімде. Мінекей екі команданың сәлемдесу рәсімі көкпар алаңының ортасында. Ал енді екі команда да осы Қазақстан Республикасының азулы командаларын қатарына жатады. Мінекей осы ойынға дейін 3 кездесуден өткізген. Бірге-бір мінекей Жұлдызхан Тайырбеков және 9-ші нөмірде Бейбіт Амангелдиновтың арасындағы бәсеке. Кімнің мерейі үстем болар екен? Жекпе-жектің шебері Жұлдызхан Тайырбеков мінекей лазер атты сәйгүлікпен серкені көтеріп тақымына басып алған сәтін көріп отырсыздар. Бейбіт жабысып отыр, бірақ одан ешқандай нәтиже жоқ. Ал енді тақымына нықтап басып алған Жұлдызхан Тайырбеков қазір шабуылды бастады. Команданың мықты сақа ойыншысы Жұлдызхан Тайырбеков оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында туып өскен. Көкпардың жілік майын шағып жеген, ішкен десек қателеспейміз. Мықты шабандоз екенін сіздерге дәлелдеген Жұлдызхан мінекей қазір Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының намысын жыртып жүрген жағдайы бар. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт, елордалық шабандоздар қорғаныста. Мінекей қараңыздар, қорғана білді қазір. Бәрекелде Александр Пупенко қазір Жұлдызханның салымды болуына кедергі жасаған Александр Пупенко болатын. 2-ші нөмірде астаналық шабандоз. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт, қараңыздар, қаншама күш, қаншама жігер. Бірақ әлі есеп ашылған жоқ. Қазір Владимир Киль Жұлдызханның тақымындағы серкеге жабысып атқан болатын. Бірақ командалық әріптесі қазір Жұлдызханның көкпар жағынан кіріп, көкпарды екеулеп қазандыққа тастау әдіс айласын қолдануға тырысуда, бірақ одан ешқандай нәтиже шығар емес. Астаналық шабандоздарда қорғана білуде. Қараңыздаршы, қандай қорғаныс. Міне мықты команда екенін осы жерден аңғаруға болады. Мінекей тұрда тартыс қазандықтың төңірегінде. Қайтсек те есепті ашуға тырысқан Әулие-Ата командасының шабандоздары, бірақ астаналық шабандоздар қараңыздаршы, қазандықта не деген қауіпті жағдай. Қауіп сейілді. Мінекей қараңыздар, Жамбыл облысының Әулие-Ата командасының шабандоздары. Қазір серке Александр Пупенко да екен. Құрметті ағайындар, Александр Пупенко Тұлпар командасының мықты ойыншысы, жаңағы Владимирдің інісі. Мінекей құрметті ағайындар, жаңа сіздер керемет көріністің куәгері болдыңыздар. Командалық әріптесіне тақымындағы серкені асырып жүрген Александр Пупенко Бауыржан Айтмағамбетовтың есеп ашуына осы ойында мүмкіндік жасады. Бауыржан есеп ашты, есеп 1-0 астаналық Елорда Тұлпар командасының пайдасында. Мінекей кіші шеңберде көкпар үшін жанталасып жатқан екі команданың ойыншылары, серке әлі көтерілген жоқ, селт етпей кіші шеңберде жатыр. Ат тұяғына жаншылып, мінекей қазір Жұлдызхан Тайырбеков Бейбіт Амангелдиновтың арасындағы келесі жекпе-жек. Жаңағы болған жекпе-жекте Жұлдызханның мерейі үстем болған болатын. Қазір де Жұлдызхан атының мықтылығынан Бейбітті серкеге жақындатпай, мінекей серкеге өзі икем жасап, мына екі аттың өнерін қараңыздар, құрметті ағайындар. Міне Бейбіттің астындағы атта қазір жақсы жұмыс істеп, екі аттың жанталасып атқан жағдайы, қазір Жұлдыздың астындағы лазер атты сәйгүліктің жақсы әдіс айла тәсілінің арқасында Жұлдызхан Тайырбеков қазір серкені көтеріп тақымына басып алды. Мінекей Жұлдыз Тайырбеков тақымын көтеріп қазір серке Жұлдызханның тақымында. Команданың мықты ойыншысы, серке сақа ойыншысы десек қателеспейміз. Міне қараңыздар, қалай атына қамшы салып қазір тақымындағы серкесін
жұлып кеткен жағдайы бар. Бейбіттің қолынан мінекей Жұлдызхан Тайырбеков Қазандықтың жанында. Жұлдызхан Тайырбековтың салымы. Құрметті ағайындар, таразы басы теңесті. Есеп 1-1. Жұлдызхан Тайырбеков 1975 жылы дүниеге келген. Қазақстан Республикасының спорт шебері. Көкпардан республиканың бірнеше дүркін чемпионы. Астындағы аты Лазер. Мінекей құрметті көкпардың жанашырлары, көкпар ойыны сіздердің алдарыңызда қыза түсуде. Екі мықты команданың арасындағы бәсеке жаңа сәл ғана мүмкіншілік беріп, Жұлдызхан Тайырбеков тағы да Бейбіт Амангелдиновтың арасындағы бәсеке. Қараңыздаршы, екі ақылды жануардың осындай қимылына, үстіндегі шабандозға ыңғай жасап, серкеге ыңғай деген ниет білдірген. Осындай аттан неге айналмасқа, құрметті ағайындар. Міне Бейбіттің астындағы Сайгүліктің газ өнерін қараңыздаршы. Міне Жұлдызханның астындағы Лазер атты Сайгүлік әзірге осы Қазақстан Республикасында бірінші нөмірлідегі ат десек қателеспейміз. Мінекей Лазердің еңбегі Жұлдызханның қайта-қайта серкені көтеруіне қараңыздаршы. Міне не деген ақылды жануар. Қарсыласының атын төрт аяғын тіреп, қараңыздар, теке тіресіп тұрып, Жұлдызға еңкеюіне ыңғай жасап атқан. Осындай Сайгүліктен неге айналмасқа. Ал енді Бейбіттің астындағы Шүйкебас атты Сайгүлік. Бұл екі Сайгүлік те екеуі де Қырғызстан Республикасына шыққан аттар. Оны да айтып кетейік. Сол Қырғызстан Республикасында дайындалған. Сол үлкен қомақты ақшаға, яғни теңгеге біздің Қазақстан Республикасының аққұмарлары, яғни керек болды, сатып алдық, командада міне ойнап жатқан жағдай бар. Қазақстан облысының шабандоздарына 1-8 есебімен есе жіберіп алған жағдай бар. Мінекей жекпе-жек Жұлдызхан Тайырбеков, Александр Пупенконың арасындағы бәсеке. Міне қазір Жұлдызханның астындағы Лазер атты Сайгүлік қараңызшы. Және қазір Александр Пупенконың астындағы Шүйкебас атты Сайгүлік. Екі аттың теке тіресіп, бірін-біріне итеріп жатқан жағдайы. Міне қараңыздаршы. Қазір Лазер мүмкіндікті жіберіп алған еді. Шүйкебас қазір Александрдың еңкеюіне ыңғай жасаған болатын. Бірақ Лазер мен Жұлдызхан Тайырбековке қарап қалған жоқ. Қазір Жұлдызхан Тайырбеков серкені көтеріп, сол жақ тақымына мінекей басып алған жағдайы бар. Мінекей серке Жұлдызхан Тайырбековтың тақымында. Мықты деу керек. Міне Қазақстан Республикасының 2007 жылғы, 2008 жылғы мықты шабандоз атағын жеңіп алған Жұлдызхан Тайырбеков мінекей. Қазір серке Жұлдызханның тақымында кетіп бара жатыр. Мінекей шабуылды Әулие-Ата командасының шабандоздары бастады. Есеп 1-1, таразы басы. Мінекей Қазандықтың төңірегін